150 бас 1,5 жасар тайлар бар. Қостанайлық порода. Бағасы 350 мың теңге деп тұр. Аздап саудасы бар. Түркістан облысы Сайрам ауданында тұр. Байланыс телефоны 8 778 060 10 10. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарын сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай ғана. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басын ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар сөзсізден қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңызда, тай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Алымыз кластан бастап. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.